Ассаляму-алейкум қыздар, ауызашардың 14-ші күніне не жасарыңызды білмей отырсаңыз, осы рецепті пайдаланып, керемет етіп палау дайындаңыз. Жанына міндетті түрде әчежүк салады, әрине өз нұсқамда. Ендеше бисмилля деп жұмысымызға кірісейік. Ең алдымен керекті заттарымызды турап аламыз. Сәбізді өз қалауларыңыз бойынша жіңішке немесе жуан етіп турасаңыздар болады. Ал пиязды мейлінше жіңішке етіп турағандарыңыз дұрыс. Қазанымызға майымызды құямыз, етімізді салып, екі жағынан жақсылап қуырып алатын боламыз. Мендегі ет тұздалған және де бірнеше күн кептірілген ет, сондықтан тұз салмаймын. Сіздер егерде балғын еттен дайындайтын болсаңыздар, міндетті түрде молынан етіп тұз салыңыздар. Сонда етке тұз сіңіп, палауларыңыз одан әрі дәмді болады. Енді майымызға турап алған пиязымызды саламыз. Араластырып отырып, жоғарғы отта қызарғанша жақсылап қуырып алатын боламыз. Айта кететін нәрсе, қыздар, палауларыңыздың түсі қаншалықты қоңыр болғанын қаласаңыздар, пиязды соншалықты дәрежеде қызартып, кішкене күйдіріп қуыру керек. Негізінен палауға түс беретін осы пияз болып табылады. Мен дәл осы видеодағыдай етіп қуырдым. Үстінен етті және де сәбізді салып, 1-2 минут шамасында араластырып қуырамыз. Одан артық қуырудың қажеті жоқ. Үстінен етіміз батып тұратындай етіп жылы суымызды құямыз. Аздап зіра қосып жібереміз. Ол палаудың дәмін әрине ерекше етеді. Енді қақпағын жауып, баяу отта 40 минуттай қайнатып аламыз. Күрішімізді дайындап аламыз. Менде лазер күріші, кез келген күріштен дайындасаңыздар болады. Күрішті міндетті түрде 3-4 рет суы мөлдір болғанша жақсылап жуып алатын боламыз. Тазарған күрішіміздің үстінен күріштен 1-2 сантиметрдей асатындай етіп жылы суымызды құйып, күрішті жібітіп қоятын боламыз. Міндетті түрде жылы су құюға тырысыңыздар. Мінекей біздің тағамымызда дайын болып қалды. Күріштің салмасы алдын міндетті түрде тұзын тексеріп алыңыздар. Мен тұздалған еттен пайдаланғандықтан тұз қосқан жоқпын. Және де өз қалауларыңыз бойынша мейіз, ноқат сияқты дүниелерді де қоссаңыздар болады. Күрішімізді тегістеп салып, үстінен осылай кішкене басып шығамыз. Және де өз қалауларыңыз бойынша мейіз қосып жіберсеңіздер де болады. Су күріштің бетінен кішкене ғана көтеріліп тұру керек. Менде су аз болғандықтан кішкене су қосып жібердім. Қақпағын жауып 7-8 минуттай баяу отта демдеп алдым. Одан кейін қақпағын ашып, күрішін кішкене осылай араластырып, кейіннен ортасына жинап, лопатканың сабының көмегімен кішкене осындай тесікшелер жасап шықтым. Қайтадан қақпағын жауып, өте баяу отта тағы да 7-8 минут шамасында бұқтырып демдеп алатын боламыз. 7-8 минут уақыт өткеннен кейін палауымызды кішкене араластырып, ішіндегі еттерін бөлек алатын боламыз. Етімізді турап болғанша тағы да қақпағын жауып өз буында ұстаймыз. Сонда толықтай күріштеріңіз пісетін болады. Палауды әчежүк салатынсыз елестету мүмкін емес шығар негізінен. Қызанақтарымызды дәл осылай жұқа етіп, кішкене көлемін үлкендеу етіп турап аламыз. Негізінен бұл салатқа пияз қосылу керек. Бірақ жолдасым ұнатпағандықтан пияздың орнына қияр қосып жатырмын. Және де ащы бұрыштан бірнеше тілімін қосып жібереміз. Қатты ащы болғанын қаласаңыздар, бір ащы бұрышты қоссаңыздар да болады. Үстінен аздап тұз себеміз. Өз қалауларыңыз бойынша қызыл бұрыш, қара бұрыш қоссаңыздар да болады. Жақсылап араластырып, тәрелкемізге орналастырамыз. Мінекей қыздар, біздің тамағымыз толықтай дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте жақсы шықты. Кейбір жандарға кішкене шалалау піскен ұнайды, ал кейбіреулерге езіліңкіреп піскен ұнайды. Өз қалауларыңызға қарай суды көп немесе аз мөлшерде қосып дайындаңыздар. Кейіннен осындай әдемі тәрелкемізге палауымызды саламыз. Үстінен туралған етімізді салып, дастарханға ұсынсақ болады. Өз қалауларыңызша көк пиязбен әсемдеп жіберсеңіздер де өте керемет болып шығады. Қыздар, бұл рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер деп сіздерге кеңес беремін. Палауларыңыз өте керемет болып шығады.
рецепт сіздерге ұнайды деген ойдамын. Баршаңызға ас болсын.